Ал қайырлы күн баршаңызға. Біздердің Құлсарға қалай жеткендігіміз туралы трагедияны до конца қарауларыңыз сұралады. Бұл өте маңызды. Қара жолмен жүретін жалпы алыс жолға, Құлсар жақтарға, ары қарай Ақтауға қарай шығатын болсаңыз, бұл видеоны өтіп кетпей міндетті түрде қарағаныңыз дұрыс. Видеом ұзақтау, бірақ қызықтың бәрі соңында. Осылай білесіздер, мына біздің Сарайшық жолы 17-ші ауыл трассасы, екі жағы жол жабық Атырауға. Содан кейін біздер Құлсарға баратын болғаннан кейін осылай қара жолмен 15-ші ауылдың тұсынан қырдан бұрылып кетіп, ары қарай неден Қарабатаның тұсынан шығатын жолға қарай шықтық. Міне мына жерде біздер мосттан түсіп жатқан сәтіміз, ар жағынан Индерден, Оралдан келе жатқан көліктердің бәрі осылай су кешіп келе жатыр. Әрине обал көліктер осылай сумен жүріп жатыр. Одан кейін енді сумен жүргеннен кейін білесіздер, ар жағында қандай жағдай болатынын, машинаның күйі кетіп, жаңағы іштеріне су кіріп, көліктеріне зақым келіп жатыр қаншама көліктердің. Біздер сонда да енді міне өттіп, осылай көліктен түсіп келе мостадан, көпірден түсіп келе жаттық. Жан жақтың бәрі телеге теңіз, өздеріңіз көріп отырғандай бәрін түсіріп келе жатырмын. Бірақ енді осы жердегі тілегім, тек дұғам Алладан, Алла тағала біздер жолға шығып бара жатырмыз. Біздер енді қазір қара жолмен шығып келе жатырық. Балалар бар, іште 4 баламыз салып алдық. Жаңбыр жауып кетпесе екен деген тілегім болды. Дұғамды Алла тағала қабыл етті. Осылай келе жаттық. Бұл жерде енді сөкпеңіздер. Міне 13-ші ауылдың тұсы, кетіп бара жатқанымыз. Күн ысыда балалармен қайда бара жатсын, үйінде отырмайсың ба деген неше түрлі қазір комментарий жазушылар болады. Біздер шаруамыз болғаннан кейін шықтық. Міне мына жерде біздер 15-ші ауылдың тұсынан осылай қырға бисмиллах деп қара жолға түстік. Қара жолмен келе жаттық. Осылай айдалада үйлер бар екен. Сол балаларымды кішкене көңілдерін аулап осылай әңгіме айтып келе жатыр. Мына жерде адамдар мал бағады. Қыр деген осындай болады. Осы жерде адамдар малдарын бағып, осы жерде күндерін көреді деп. Сосын жолдасым айтып келе жатыр. Ана судың бәрін жырып бері қарай шығарса ғой, қырдың бәрі шөлдеп тұр. Малдарға обал, жолымызда болатын еді, ары қарай трассада ашық болатын еді. Неге соны басшылар неге осылай жасамай отыр екен деп осы жерде айтып келе жатын. Расында да қырда дейтін кәдімгідей кеуіп кеткен, су жоқ ешқандай. Бір жағынан бұл да бір Алладан келген сынақ болар десе де, может, судың қырға келмеуі өте орынды болар. Бұл қыр болмаса мүмкін совсем шыға алмайтындай едік қой жан жаққа. Бұл да бір жағынан дұрыс болар дедім. Осылай балалардың күйі кетті. Орта жолға келгенде кондеріміз жасамай қалды. Одан кейін машинаның суы қайнап кетті. Мына жерде Дәулет үлкен балам кішкене үлкен болғаннан кейін шыдады. Қалғандары қызым мен екі кішкентай ұл берекеті кетіп жылап, қара терге түсіп, шылқып, терлеп, машинаның іші бір сөзбен айтқанда парилка болды. Осылай балдарымды кішкене көңілдерін аулап, алдап келе жатырмын. Мынау дейтін біздің Сахара, далада осылай түйелер жүреді деп, Дубайда жүрміз деп кішкене ойландар өздерін деп, осылай балдарымды кішкене алдап келе жатырмын. Себебі біздің балдар дейтін бұндай қара жолмен жүріп көрмеген, комфортқа үйренген. Мына жерде балалар білгендерін жасап жатыр. Машинаның ішінде жолға алып шыққан суларды бастарына құйды, үстеріне құйды, әйтеуір білгендерін жасап жатыр. Мынау біздің машинамыздың сықпыты, үйден жағалтыратып жуып шыққан едік ішін сыртын. Енді осындай шаң болды сырты, іші де шаң, ішке де кірді шаң дейтін. Сырты екі бастан балалар мына жерде терлегеннен үстеріндегі футболкаларын, майкаларын шешіп, бәрін солай отыр. Одан кейін мына жерде Дәулет дейтіні, мама, машинаның сыртының күйі жоқ деп түсіріп, айналдырып түсіріп жүр екен. Шаңды өздеріңіз көріп тұрсыздар, қара жолмен қалай болатынын. Бірақ енді десе де Аллаға шүкір, бұл жол барына да шүкір дедік. Осылай машинамыздың капотын ашып, көлігімізді кішкене суытып алып қайтып жүреміз. Ысып кетеді. Одан кейін осылай грейдер жолды тауып алдық. Грейдер жолға түсіп, мына жерде
алдында чаттардан келген видео болатын. Видеоның мәліметі бойынша осы жолы біздер Қарабатанға шығып бара жатырмыз. Мына жерде жігіттерге Алла разы болсын. Осылай белгі тастап кеткен, білмейтіндерге екі жағына екі туды желбіретіп, яғни осы жол арқылы Қарабатанның тұсынан шығатын жол екен. Мынау 15-ші ауылдың тұсынан шығып, Қарабатаннан шыққанда ары қарай уже Доссор Құлсарға қарай жүре бере аласыздар. Сіздерге де бір жағынан жақсы мәлімет болды деп ойлаймын. Яғни менен де кішкене бізден де қытай көмек болды, яғни жол білмейтіндерге. Содан кейін мына жерде біздер шебінмей жүргеннен кейін мына жерде бір қарасақ дөңгелегіміз дейтін жарылып қалған, жарылғандар дейтін дұрыстап тұрып дұрысынан жарылған, жыртылып кеткен, балалар мына жерде дейтін шаршап кеткен, бәрі не істейміз, үйге кетейік деп жылады. Одан кейін мына жерде жолдасым дөңгелегін ауыстырып артық покрышканы салып жатыр. Мына жерде дөңгелектің ұсқыны жоқ, ішіне шебін кірген, топырақ зіп-зілде апауыр. Сонымен дөңгелегіміз қайтып салып алдық та ары қарай қайтадан жол жүріп кеттік. Қара жолға қайтып түстік. Анау жерде трасса көрінді көзімізге. Балалар қуанып жатыр, алақайлап. Балаларға айтып жатырмын, кішкентай қалды, сендер азамат жігітсіңдер, шыдауларың керек. Өмірдің өзі ақ пен қарадан тұрады, күнде комфорт бола бермейді. Сендер шыдауларың керек, өмір болғасын бәріне көну керек деп. Әне камаздар кетіп бара жатқан, уже трасса қазір кішкентай қалды, Қытай шыдаңдар деп балдарды осы жерде жолдасым екеуміз барынша қуантып келе жатырмыз. Кішкентай шыдаңдар, қарындары да ашты. Біздер 10:30-да шықтық ауылдан, 12-ге жақын осы трассаға жеттік. Балаларға айтып жатырмын, қазір Доссорға бұйырса жеткеннен кейін тамақ ішеміз, Қытай шыдаңдар деп. Міне трассаға да келіп қалдық. Сәл жақындап қалдық. Балаларға айтып келе жатыр, міне келдік, көкжалауды көрдіңдер ма деп. Балалар дейтін қуанып, бәрі қолдарын соғып алақайлап қуанып жатыр. Ішетін суымыз да бітіп кетті. Уф деп міне трассаға шықтық, Аллаға шүкір деп жатырмыз. Міне мына жерде жалаудың, білмейтіндерге, осы жалаудан бұрылғанда ар жағынан міне артымызда тағы да көліктер келе жатыр. Осылай міне Доссорға келдік. О деп қуанып бәріміз айқайлап жатырық. Наконец-то Доссорға келдік, қазір тамақ ішеміз деп. Одан кейін міне кетіп бара жатқанда алдымызда бір дүкенге тұрды едім. Сол дүкеннен балаларға печенье, осылай салқын су, айран, балаларымызға тамақтарымызды алып жолдан тамақтанып алдық та, альхамдулилля деп Құлсарға аман есен жеттік. Аллаға шүкір.